Так, көп ойландым. Қай қазақстандық мультфильм туралы айтсам болады деп. Қарадым, іздедім, ойлана келе. Қазақфильм студиясының 2012 жыл жасаған Мақтаншақ қыз туралы мультфильмін айтуды шештім. Өте қызықты мульт. Мамамның ескі телефонымен көріп едім бірінші рет. Ал енді өскенде есіме түсіп обзорчик жасауды шештім. Ал сендер каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Және де өз ойларыңнан комментарияға жазып кетіңдер. Ал мен көп ұзартпай бастайын. Кеттік. Бір жесірдің бой жеткен қызы болыпты деп мультте айтылған сөзді қайталап отырмай-ақ қояйық. Короче, бұл мультте Бибігүл деген жас қыздың оқиғасы айтылады. Сұлу шығар, бірақ жаман мақтаншақ етін. Сол себеппен үйлене алмай жүр екен. Сонда бір күндердің бірі ол өзінің апасымен немесе мамасымен, әйтеуір түсініксіз, жаңа құдаларын күтіп алуға дайындалып жатады. Бір магический амалмен ол жасаған бауырсақтар ұшады да көз алдына жоғалып кетеді. Шо біледі. Алысқа қараса, уже құдалар да кеп қапты. Апасы оған олардың алдында үніңді шығармай отыр дейді. Қысқаша айтқанда көтін қысып отыр дейді ғой. Ол солай отырады. Әрине мақтанғысы кеп отырады бірақ апасы бір қараумен-ақ оны өшіріп тастап самаурын алып келуін сұрайды. Ал бұл тупой самаурынға су құюды ұмытып кетті. Мынаған су құймапсың ғой. Самаурын жарылады да құдалары қашып кетеді. Ал Бибігүл мақтанып, бұндай еркек маған керек емес деп мақтанып тұрса, апасының чупа режимі қосылады да қыздың артынан қуа жөнеледі. Ал сол сәтте сол жерлерден өз сарбазымен бір хан өтіп бара жатады. Апаны тоқтатып, неге қыздың артынан қулап жүрсің деп сұрайды. Ал апасы сөйлеп те үлгермей қалады. Бибігүл оның сөзін бөліп, мен үшін бәрі қырылды деп мақтанып бастайды. Ал хан, егер соншалықты мықты болсаң, хан сарайына кілем тоқып бере аласың ба десе, Бибігүл, ой, мен ондайды шағам ғой деп пиздес болып тұрады. Ал хан болса барлық мульттердегі хандардың сөзін айтады. Бұлай келсек, тоқ берсең өзіңді алам, болмаса басыңды алам. Оған әрине екеуі вахуй болып қалады. Енді амал жоқ, тігуіне тура келеді. Бірақ ол тіге алмайды, себебі ол мақтанудан басқа түк білмейді. Солай біттім деп сол бөлмеде жүргенде бір өрмекшіні көріп, қашан тігіп үлгерем деп ойланып тұрса, бұл өрмекші емес сиқыршы болып шығады. Ханым, сіздің ісіңізге араласқаныма кешіріңіз. Сіз кімсіз? Мен әлемдегі ең мықты тігіншімін. Тоқыма көрсем тыныш отыра алмаймын. Қыз қатты қуанады және де өзіне тігіп үйретуін сұрайды. Бірақ оған 3 жыл керек екенін біледі. Бірақ оның 3 жыл уақыты жоқ. Солай ол тағы мұңая бастайды. Ал сиқыршы оған, давай сол кілемді мен ақ тік берейін дейді. Ал сен менің атымды тап деп айтып, Бибігүл келісіп, сиқыршы кетіп қалады. Дәл сол сәтте хан өз сарбаздарымен алып айдаһармен шайқасып жатады. Садақтармен атып айдаһарды жерге құлатып, ол өлі ма тірі ма білу үшін жанына жақындап, оны түрте бастайды. Тірі екен. Уй деп ұшып бара жатып, хан бір ағашқа қадалып қалады. Шыға алмай қалады. Сосын бізге қайтадан Бибігүлді көрсетеді. Оған әлгі сиқыршы келіп кілемді беріп, өзінің атын айту керек, кесені қараса, оның аты Джо екен. Ол біраз ашуланып, дәл қазір атымды тап, немесе өзімен бірге алып кетемін деп, сосын деп айтайын деп тұрған кезде парс етіп аяғын сындырған хан кіріп келеді де Бибігүлге қалай айдаһармен шайқасқанын айта бастайды. Ол ұшып бара жатып ағашқа қадалған кезде жай ағашқа емес, әлгі сиқыршының ағашына қадалған болып шықты. Ол оның әуен айтып, кілемді тоқып жатқан жерінен көріп қалыпты. Дәл сол әуенде сиқыршының аты айтылыпты. Бірақ хан оның шын атын айтып үлгермей қалады. Сиқыршы оны ұрып талдырады. Сосын кішкентай шайқас кетеді. Қалай шайқас? Просто алып өрмекшіден қашу. Ендігі Бибігүлді ұстап алған кезде хан тұрып, оның шын атын айтып үлгереді. Қыз қайталап, сиқыршы жоғалып кетеді. Оның шын есімі Ұршықбай болады. Неге жоқ болып кетті, әрине белгісіз. Ал хан есін жиса, әдемі кілемді көреді, бәрі таңғала бастайды. Ал Бибігүл болса енді өтірік айтып мақтануды тоқтатыпты. Қызым-ау, мынаны тоқыған сен бе? Әрине мен. Ой, шәк. Солай мульт те бітеді. Менің түсінбегенім, неге сиқыршы атын айтқанда ол жоқ болып кетті. Егер Бибігүл басында оның атын тапқан, ол просто жоқ болып кететін бе еді? Түсініксіз. Ал қалған шетте менің шағымым жоқ. Шынымен де мағынасы бар мульт. Шілей мақтана берме, немесе қораға кіресің. Осы мульттегідей сиқыршы келіп сені құтқармайды. Ал осымен мен де аяқтайын. Сеніммен болған мен Олжас. Тоқымай достар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Және өз ойларыңды әрине комментарияға жазып кетіңдер. Қандай мультты келесі жолы айтып берейін. Ал сау болыңдар.